Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз дыбыс қалай тарайды. Бұл тақырыпта біз дыбыстың қалай тарайтынын білетін боламыз. Алдымен дыбыстардың қандай болатынын еске түсіріп алайық. Дыбыстар екіге бөлінеді: жасанды дыбыстар және табиғи дыбыстар. Табиғи дыбыс көздері табиғи нысандар мен құбылыстардан пайда болады. Мысалы, жан-жануардың дыбыстауы, құстың сайрағаны, сарқыраманың дауысы, желдің гуілі, жаңбырдың жауғандағы тырсылы. Бұлардың барлығы табиғи дыбыс көздері. Жасанды дыбыс көздерін адамдар ойлап тапқан. Мысалы, домбыраның үні, жеңіл көліктің шуы, қоңыраудың сыңғыры, ұялы телефонның шырылы, барлығы жасанды дауыс көздерінен шығатын дыбыстар. Бұлардың барлығы адамның көмегінсіз дыбыс шығара алмайды. Енді ары қарай балалар, бұл дыбыстарды қалай естиміз? Дыбыстар көзінен дыбыс қалай тарайды? Балалар, біз дыбысты құлақ арқылы естиміз. Құлақ есту мүшесі. Адамдар да, жан-жануарлар да дыбыстарды құлақ арқылы естиді. Енді балалар, дыбыстың қалай таралатынына зерттеу жүргізіп көрейік. Зерттеу жұмысын үй жағдайында да қайталауға болады. Зерттеу жұмысын орындау үшін бізге қажетті заттар мыналар: су, ыдыс және бірнеше тас. Ең алдымен ыдысқа суды құямыз. Содан соң тасты байыппен су бетіне бірнеше рет лақтырамыз. Балалар, қандай көрініс байқалды? Иә балалар, ең алдымен бізге дыбыс естіледі және су бетінде шеңбер, сақина тәрізді толқындар пайда болды. Дәл сол секілді біз сөйлеген кезде дауысымыз судағы шеңбер секілді ауаға таралады. Соның арқасында адамдар бір-бірлерін ести алады. Балалар, егер де жаңа тақырып түсінікті болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Балалар, егер де дыбыс бір бағытта тарайтын болса, не болады деп ойлайсыңдар? Ойларыңызды келесі сабақта тыңдайтын боламыз. Ендеше назарларыңызға рахмет.